Баршаңызға ассаляму алейкум. Сіздермен бірге мен Айсұлу, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге Бонофи пай тәттісімен бөлісетін боламын. Қарапайым ингредиенттерден тұрады. Алдымен ыдысымызға ұн, қант ұнтағы мен қосқышты салып араластырамыз. Үстіне бөлме температурасындағы сары майды салып, қолымызбен араластырып ези береміз. Көбіне бұны үккіштен өткізіп жатады, бірақ маған осылай ыңғайлы. Үккіштен өткізсеңіздер де болады. Сосын жұмыртқа сарысын салып, венчикпен араластырамыз. Содан кейін қолымызбен біріктіреміз. Илеудің қажеті жоқ, тек біріксе ғана болды. Пакетке салып, тоңазытқышқа 10-15 минутқа қоямыз. Қамырымыз тоңғанша салмасын дайындай береміз. Салмасына варенка, банан мен крем керек болады. Бананды жұқа етіп турап қоямыз. Бонофи пайдың кремін алдағы уақытта жасайтын боламыз. Жаңа рецептілерді жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басып қойыңыздар. Алла қаласа сіздермен бірге көптеген тәттілер пісіретін боламыз. Ендігі тоңазытқыштан шыққан қамырымызды пергамент қағазына осылайынан жайып аламыз. Мен осындай кольцо қолданамын. Сіздерге арнайы тапа болатын болса, соған істесеңіздер болады. Енді пирогымызды пешке 10-15 минутқа 200 градуста пісіріп аламыз. Піскен пирогымызды суытып, суғаннан кейін салмасын кезек-кезек салып шығамыз. Варенка, банан, сонан соң кремімізді құйып шығамыз. Мен бұл жерде шоколадты күштен өткіздім. Какаоны да себе бересіздер. Пирогымыз осымен дайын. Өте тәтті болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өмірлеріңіз осы тәтті сияқты тәтті болсын. Баршаңызға ассаляму алейкум.